Достар, бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Сіздер Гаухар Америка каналындасыздар. И қазір мен артымда тұрған Джевелоско дүкеніне келіп тұрмын. Бұл жерден азық түлік алатын дүкен. Мен негізі бұл дүкенге бір аптасына бір рет как минимум келіп тұрамын. Осындай парковкасы үлкен, машина қоюға ешқандай проблема болмайды, бір жақсысы. Вот осындай өте кең. И дүкеннің қасында мынандай үлкен нелер бар, магазиндер көп. В общем, TJ Maxx бар мына жақта, Skechers бар, аяқ киім сататын кроссовкалары жақсы. И ішінде фармация, аптекасы да бар. Қазір бір примерно жарты сағат, бір сағатта емес даже, жарты сағаттан астам уақытым бар. Сол аралықта әрі сіздерге де түсіріп үлгерсем деймін. Сондықтан еңбегімді бағалап, маған лайк қосып, комментарий жазып, и маған подписаться етіп алыңыздар. Мынандай далаға нелер қойып қойыпты, асқабақтар қойып қойыпты, потому что бұл жақта уже Хэллоуин басталады. Есіктері өзі ашылады. Ұнайды өте қатты маған. Дүкеннің кіреберісіне мынандай асқабақтар қойып қойыпты. Мына қараңыздар, $2,5 кішкентай мынау. Үлкендері бар. Так, бұның бағасы қайда? Мынау негізі Хэллоуинға арналған ғой. Мынау $3 екен. Негізгі бағасы қайда қанша? Негізгі бағасы $6 екен. Купонмен болса $3 дейді. Өте үлкен асқабақтар. Бірақ бұлардың дамы білмеймін қалай екен. Вот маған клубничка керек. Клубника керек маған. И балаларға клубника жақсы көреді. Бағасы 99 цент. Арасын қарап алмасаң не болады? Там сәл піспеген сондайлар болады. И балдардың үшін ауыртпасын деп мен қарап алам. Вот. Біреуін алдым. Так, маған алма керек, сосын алмалардың бағасы $3 деп тұр екен. Мына жерде 1,5 килограмм алма бар. Алма алдым. Банан алайын. Бананның бағасы 69 цент. Бұл 69 цент деген килограммға емес. LB деген бұл шамамен жарты килограмм. Жарты килограммы үшін 69 цент. Вот. Так, акпадемі сап-сарысын алайын мен балаларға. Вот жаңағы алған нормально ғой дейм. Вот мынау сап-сары екен әдемі. Осыны алайын. Мына жерде пакет бар. Пакетке сап алам. Одноразовый пакеттер осындай болады. Видесін алынады. Қазір салып алам. Мына жерде телефонмен жүргеннен кейін, конечно, ыңғайсыз болады. Банан алдым. Мына жерде асқабақтардың әлемі тұр ғой. Мынау 79 цент деген бұл 1 паунд үшін. Жарты килограммына 79 цент. Сонда килограмм $1,5 түседі шамамен. Бірақ мыналардың дамы білмеймін мен. Олар декорға ғой, в основном неге Хэллоуинға алады. Асқабақтардың барлығы есігін алдына қойып қояды. Тойлайтындар. Так, маған енді капуста керек. Еще мына жерде жүзім бар екен.
түзімдердің бағасы паунды $1 99 центтен. Жарты килограмм үшін 99 цент. Әдемісінен алайық. Осыдан алайын. Ба. Мынау бар ғой, паунды $1 99 центтен. Жарты килограммы $1 налар 99 цент. Амнаның 1,5 килограммы $3. Мен осы алмадан алдым. Осындам жақсы. Постоянно алам мен. Енді маған мына жерде готовый тамақтар, салаттар. Бірақ мен ондайларды алмаймын. В основном обедке, кейде жолда жүресіз ғой. Үйге үлгермей, сондай кездерде ала салғанға жақсы. Мына жерде выпечкалар. Вот, пончики $5. Обычный не, кремсіз сахарный пудраға орнатылған пончик ішінде 6-ы $5. Қандай капкейки $4. 4 штук ана ішінде красный бар. Маған бұндай готовый нәрселер емес. Маған кәдімгі пачкадағы печеньелер керек балаларға. Потому что мен ондай нәрселерді өзім пісіремін в основном. И балаларға печенье алуға бар жатырмын қазір. Мына жерден фарш алуым керек. Так, маған ground beef керек. То есть кәдімгі сиырдың фаршы. Бағалары мынау так $5,5 паунд үшін, жарты килограммы $5,5. Осылар жақсы, осыдан аламын. Так, свежий екен. Ага, сосын осыдан алайын біреуін. Еще. Сағат уже 2-ден асып кетті. Мен балаларым сағат 3-те сабақтан шығады. Мен сағат как минимум 2:50-де мектепте болуым керек. Ертерек баруым керек. Макароны. Маған макарон керек айтпақшы. Так, мынау. Маған қандай керек айтайын ба? Вот, мен нан жақсы көрем. Осындайдан алам. Осыдан так 2 алам, бағасы $2 әрқайсысы. Бұның ішінде жарты килограмм бар, 450 грамм бар. Осыдан 2 алам. Мынандай бантик бар екен. Так, осыдан алсам бекен. Осыдан да алайын. Бір бантик, бір мынандай алдым. Сосын печеньелердің атары қайда еді? Вот, печеньелердің қатары. Не бір тәттілері бар мына жерде. Кәдімгі обычный американский печенье бар ғой, несімен. Ішінде шоколад бар, песочный печенье. Вот, осын жақсы көретін негізі. Так, білмей тұрмын. Ореолар бар мына жерде. Орео алассам екен. Мындай family size дейді үлкейені. Так, осыдан алам ғой деймін. Или мынау happy size дейді. Алсам екен. Мынау ең үлкені, осыны алайын. Ореоны жақсы көріп балдарым. Так, болды ғой деймін пока. Все, алдым тез-тез. И мен енді шығуым керек. Потому что мектепке кешікпей баруым керек. Мына жерде самообслуживание касса бар. Сол жерден өтем. Бұл жер очередь екен.
вот маған келем. Өзімнің пакетім бар. Сол пакетімді шығарайын. Кассадан өттім. Қазір мен енді тездетіп балаларға баруым керек мектепке. Қазір үлгердім ғой. Ана жаққа қойып қойған машинаны. Негізі үлкен, өте көп продукт алуға барам ғой. Сондай кездерде түсірермін. Алдағы уақытта лайк басып, міндетті түрде комментарий қалдырыңыз. Не білгіңіз келеді, ненің бағаларын білгіңіз келеді. Жазылып алыңыз. Бір-біріңізге бөлісіп отырыңыздар.